алгебра сабағы болып жатыр. 15 минуттан кейін сабақ бітеді. Сол тапсырманы аяқтауым қажет. Келесі сабақ қандай сабақ болады екен, қарап жіберейін. Күнделікті ашып. Негізі білім антында қарауға болады, онлайн сабақтар, мектеп. Бүгін қазір осыдан кейін қазақ тілі сабағы болады екен. Физика сабағы болып жатыр. Мен тапсырманы орындап аяқтадым. Тарих сабағы. Негізі сабақ жаңа аяқталды. Енді берілген тапсырманы орындап жатырмын. Осындай бір тапсырма берді, осыны орындау қажет. Тарихты орындап болдым. Енді осыны суретке түсіріп жіберу қажет. Осыдан кейін маған қазақ тілін орындау қажет. Менің мишкам қуып кетті, өзімен кетіп бара жатыр. Мен оны қозғап тұрған жоқпын. Ал ол өзімен кетіп бара жатыр. Қазақстан тарихты аяқтадым. Осы соңғы параграф болды. Ертең осы хронологияны оқитын боламын. Сағат 8-ден кетті. Таңертең алтыда тұрғаннан тарих жасадым. Және осы тұрғанда ағылшынды аяқтап болдым. Енді маған физика оқу қажет. Компьютерді 20 минут сөндіре тұрайын. Одан кейін енді 8:30-да сабақ басталады. Сағат 11:30. Бүгін өте қалай айтсам болады, қарбалас күн болды. Барлық сабақтар, қиын сабақтар бүгін барлығы. Менде қалған енді қазақ тіл және де биологиядан қалғандарының барлығынан өтіп шықтым. Кәсіпкерлік орыс тілінен қосымша тапсырмалар берді. Соларды орындау қажет. Орыс тілінен берілген тапсырма, осы бір тапсырманы беріпті. Осыны тездетіп орындап тастайын, осыдан кейін кәсіпті орындаймын. Менде кәсіппен кітабы жоқ, слайдтарды қарап сөйтіп бірнеңе жасап орындау қажет. Алтыдан 40 кетті. Маған біріншіден Pinterest'тен суреттер жүктеп алу қажет. Входящийлардың бәрін өшіріп тастау қажет, босатып. Және де маған ВКонтактыдан
Менен сурап жатыр, китаптардын ссылкасын тауып берші деп. Соларды қазір табу керек. Осы жақта ма білмеймін, ұмытып қалдым. Сағат 8-ден 10 кетті. Әдеттегідей аутода тұрдым да тарих оқыдым. Бір сағатымда ағылшынға арнадым. 20 минуттан кейін сабақ басталады. Соған дейін астаған тақырыбымды аяқтап тастауым қажет. Сағат 12:30 болды. Бізде барлық сабақтар бітті деп айта аламын, тек қана кәсіпкерлік қалды.